кеше төлдеген тұсағымыз. Алланың қалауымен костяктары жуан, өзі ірі, биік, сирақтары да ұзын. Осындай қошқар төлдеп берді. Өзі бірінші тума, мойны ұзын, биік, горбонозый. Өте керемет тұсақ, бірінші тума. Мынандай светлоголовый, керемет қошқар. Көрдіңіздер мұны. Бұттың ашықтығы да бәрі кең. Костяктары жуан, сирақтары ұзын. Алла нәсіп қылса, иншалла чемпион қошқар болады. Чемпион қошқар болады. Келешек керемет төлдер түсіретіндей болады. Мына әлі де жүннің арасын байқасаңыздар, светлый болады, Құдай қаласа. Кеше төлдеген қозымыз ол кіндігі әлі түспеді. Бірінші тума тұсақ. Өте ірі тұсақ. Түрді көрдіңіздер ма? Түр әдемі құлақ жатысы, тұмсық дөңдігі қазден білініп тұр. Құдай қаласа, мощный қошқар болады. Бәрінен бұрын қазан бас қой кәдімгі. Басын әрең шығарып алдық. Төлдеп атқанда. Керемет енді, машалла. Костяктары жуан, тұрысы бөлек. Құдай қаласа, барша бауырларымызға жұғысты болсын, чемпион қошқар болсын. Тілектеріңізді айта отырыңыздар. Тұқымы тардай шашылатындай, сондай керемет, даңқты, атақты, мықты қошқар болсын. Көрдіңіздер ме, бұттың орналасуы барлығы қазірден керемет, әдем. Тұмсықтың дөңдігі де білініп тұр қазір. Иншалла керемет қошқар болады. Жүннің арасын бәрі ағарып келатыр. Енді кеше төлдеді ғой, әлі де қоңыр болып тұрады. Одан кейін жайлап мынандай светлый бола бастайды. Бас жақтары енді светлый болып отыр. Алла берекелетсін. Тіл көзден сақтасын. Әдемі.